Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тауық етінен осындай ерекше кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін тауығымыздың төс етін видеодағыдай турап маринадтап аламыз. Қажетінше тұз, қара бұрыш, паприка қостым. Пиязымыз бен морковымызды видеодағыдай ұзыншақ етіп турап дайындап аламыз. Тәтті бұрышымыз бен картошкамызды да кубиктеп тураймыз. Енді табамызды қыздырып, май құйып, ең бірінші тауықтың төс етін қуырып пісіріп аламыз. Қызарып қуырылғаннан кейін тауығымыздың үстіне манағы турап алған көкөністерімізді бірінен кейін бірін салып қуырып аламыз. Қақпағын жауып піскенше бір 20 минутқа қуырып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқаға бір қасық тұз салып, кішкене ғана су қосып, қаттылау қылып қамыр дайындаймыз. Қамырымызды 15-20 минутқа тындырып қойып қоямыз. Тынған қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, видеодағыдай дайындаймыз. Оның арасына сұйық май құйып, барлық жеріне жеткізіп жағып, ұсақтап турап алған укропымызды сеуіп ораймыз. Бір шеттен бастап нығыздап ораймыз. Дайын болған қамырымызды осындай бөліктерге бөліп кесеміз. Нандарымызды дайындап алған подлёвкамыздың үстіне тізіп шығамыз. Бетіне азғандай қара бұрыш сеуіп жіберсеңіздер болады. Қақпағын жауып 20-25 минутқа қамырымыз піскенше жауып қоямыз. Өзі суын тартып, өте дәмді болып пісіп шығады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.